үйірмеде мен әжептәуір нәрсені үйрендім. Қалай осы биологияны мен баяғыда білмейтінмін, қазір осыған келіп, осы дворецке келіп жақсы біліп жүрмін. Бұл екінші тәжірибе. Бір рет біз балықпен тәжірибе істедік, мен түгел түсіндім. Құрылғылармен қалай жұмыс жасайтынын түсіндім. Осы балықтың ішіндегі іші қалай жұмыс істейтінін, және де балық қалай демалатынын білдік. Ал бүгін біз сол жұмыртқамен эксперимент жасадымыз. Жұмыртқаны әртүрлі нәрселерге қосып, например, уксус, және де спирт, және де соның не болады екенін тексеріп отырмыз. Мен 7-ші сыныптан бастап биология қызыға бастадым. Сондықтан мен биология үйірмесіне қатысуға деп шештім. Біз әр сабақта әртүрлі қызықты тақырыптарды өтеміз, және тәжірибелерді жүргіземіз. Бүгін біз жұмыртқаны мен уксуспен араластырып көрдік. Әртүрлі тәжірибелер істеуге маған өте ұнайды. Мен оқушылар сарайының биология педагогымын. Яғни біз қосымша білім берумен айналысамыз. Біздің тобымыз ғылыми зерттеушілік эксперименттік топ. Біздің негізгі мақсатымыз оқушылардың қызығушылығын биология пәніне осы эксперименттер, тәжірибелер арқылы ояту. Сонымен қатар, яғни біз теориялық ақпараттармен танысамыз сабақтарда, практикалық жұмыстарды істейміз. Сонымен қатар оқушылар өздерінің зерттеушілік жұмысымен де айналысады. Оқушылар өздерінің проекттерін жазады. Сонымен қатар бізде көп оқушылар ЕНТ-ға осы біздің пәнді таңдаған, және жоғары сынып оқушылар болғандықтан ЕНТ-ға дайындауға да бағытталғанбыз біраз. Бүгін біз ақуыздың денатурациясы бойынша эксперимент жасадық. Яғни жасушада ақуыз қалай пайда болады, соны бірінші зерттедік, және сонымен қатар ақуыздың өзінің табиғи күйін өзгертуі денатурация бойынша, яғни купрум сульфаты, яғни мыс сульфаты, сосын уксус, спирт және қыздыру арқылы, яғни әртүрлі әсерлер арқылы оның өзінің қалпын өзгертуін дәлелдедік. Бірінші жаңа тақырыпты, яғни қайталаумен, яғни бұл сынып уже биологияда, молекулалық биологияны ақырын уже үйретіп бастап жатырмын. Соны қайталадық, және де эксперименттік жұмыс жүргіздік дәлелдеу үшін.